саламатсыздар. Алматы облысының қоғамдық саяси, әлеуметтік және экономикалық өмірінде өткен апта елеулі жаңалықтарға толы болды. Өңірде жүзеге асырылып жатқан ауқымды жобалар, тұрғындардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған бастамалар мен түрлі саладағы жетістіктер ақпарат кеңістігінде кеңінен талқыланды. Аймақтың тыныс-тіршілігіне сыр шертетін өзекті мақалалар Алатау арайы, Агни Алатау және Алатау Ньюс ақпараттық ресурстарында жарияланып отырды. Назарларыңызға аптаның ең маңызды оқиғаларына жасалған шолуды ұсынамыз. Өткен апта еліміз үшін маңызды саяси науқан құрылтай сайлауының өтуімен ерекшеленді. Мемлекет басшысы елордадағы Тәуелсіздік сарайында орналасқан номері 520 сайлау учаскесінде дауыс берді. Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев те көпшілікпен бірге өз таңдауын жасады. Құрылтай сайлауы еліміз үшін саяси салмағы зор науқан болғаны анық. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев азаматтық көзқарасын білдіріп, елордадағы Тәуелсіздік сарайында дауыс бергеннен кейін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен брифинг өткізді. Онда президент құрылтай сайлауының мәні мен маңызына тоқталды. Алматы облысының жұртшылығы да сайлауға белсене қатысты. Аймақтағы сайлаушылардың қатысу белсенділігі 71,17% құрады. Көпшілікпен бірге облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев Қонаев қаласындағы номері 949 сайлау учаскесінде дауыс берді. Аймақ басшысы журналистерге берген сұхбатында облыста 683 сайлау учаскесі жұмыс істегенін, миллионнан астам азамат дауыс беруге құқылы екенін, сайлаушыларға қажетті жағдайдың бәрі жасалғанын айтты. Бұл туралы мақаланы газетіміздің сейсенбі күнгі санынан оқи аласыздар. Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен үкімет отырысында Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев өңір мектептерінің дайындығы туралы баяндады. Өз сөзінде аймақ басшысы биыл білім саласын қаржыландыруға 458 миллиард теңге бөлінгенін, осы жылға жоспарланған 12 мектептің 10-ында күрделі жөндеу аяқталғанын, 2 нысан кестеге сәйкес жыл соңына дейін пайдалануға берілетінін айтты. Бұл туралы газетіміздің 20 тамыз бейсенбі күнгі санындағы жаңа конституция білім үрдісінде атты мақалада толық баяндалған. Талғар ауданы Тұздыбастау ауылында 21 отбасы баспана бақытына кенелді. Олардың барлығы әлеуметтік осал топ санатына жататын көпбалалы аналар, қамқоршысынан немесе ата-анасынан айырылған жандар және ерекше қажеттілігі бар азаматтар. Бүгінгі жақсы осында игі іс-шараға қатысушылар, барлықтарыңызға осы қоныстарыңыз құтты болсын деген келіп тұр. Тұрғындар қуанышына облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев те ортақтасып, су жаңа баспана кілтін тарту етті. Бұл қуанышты жаңалықты газетіміздің 22 тамыз сенбі күнгі нөмірінде жарияланған «Баспана бақыты» атты мақаладан оқи аласыздар. Биыл 31 тамыз 6 қыркүйек аралығында Қырғызстанда өтетін 6 дүниежүзілік көшпенділер ойындарында ел намысын қорғайтын көкпаршылар сайысқа сахадай дайын. Бір жақсы орталық болып қалыптасты өзі. Соны енді ары қарай туризм жағынан, спорт жағынан бәрін ұштастырып, үйлестіріп жұмыс жасауымыз керек. Олар Жамбыл ауданындағы Көкбастау ипподромында шынығып, ат баптаған. Осыған орай облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев ипподромға арнайы барып, спортшылар дайындығына жіті назар аударды. Көкпаршылармен кездесіп, олардың сапарына сәттілік тіледі. Облыс әкімі сондай-ақ Көкбастау ипподромын аралап көріп, оны әрі қарай дамыту жобасымен танысты. Бұл туралы мақаланы оқу үшін газеттің сенбі күнгі нөміріне назар аударыңыздар. Алматы облысында ауылдық аумақтар мен шағын елді мекендерді дамыту өңірдің стратегиялық басымдықтарының бірі. Осыған орай облыс әкімдігінде аймақ басшысы Марат Сұлтанғазиевтің төрағалығымен қала құрылысы кеңесінің отырысы өтті. Қайырлы таң, әріптестер. Бүгінгі аппараттық жиынымызды бастайық. Жиында тұрғындарға қолайлы орта қалыптастыру, инфрақұрылымдарды тиімді жоспарлау және ғимараттың сәулеттік келбетін жақсарту мәселелері жан-жақты талқыланды. Бұл туралы толығырақ оқу үшін Гүлзат Байқоңыстың «Әр құрылыс ел игілігі үшін» атты мақаласына зер салыңыздар. Қарасай ауданындағы Жібек жолы ауылында жаңа мәдениет үйі пайдалануға берілді. Салтанатты шараға облыс әкімінің орынбасары Ғани Майлыбаев қатысып, ауыл тұрғындарын осынау қуанышпен құттықтады. Жаңа мәдениет ошағы ауылдық округте тұратын 45 мыңнан астам адамға қызмет көрсететін болады. 5 гектар жерге орналасқан бұл нысанның жанынан демалыс саябағы, басқа да балаларға арналған алаңдар ашылады.
Заманауи талаптарға сай салынған мәдениет үйі мәдени көпшілік іс-шараларды өткізуге, шығармашылық үйірмелердің жұмысын ұйымдастыруға, жастар бастамаларын қолдауға және ауыл тұрғындарының бос уақытын тиімді өткізуге мүмкіндік береді. Бұл жайында газеттің сейсенбі күнгі нөмірінде жарияланған Қуат Қайранбаевтың көптен күткен қуаныш атты мақаласынан оқи аласыздар. В новом учебном году школьников и их родителей ждут большие перемены. С 1 сентября у ребят появятся новые обязательные курсы. В начальных классах отменят привычные СОР и СОЧ. Начнется внедрение искусственного интеллекта. Одновременно регионам предстоит завершить ремонт 106 школ, ускорить оснащение предметных кабинетов и устранить оставшиеся нарушения безопасности. О том, насколько система образования готова к этим изменениям, говорили на заседании правительства Республики Казахстан в Астане. Заседание прошло под представительством премьер-министра Олжаса Бектенова. В нем участвовали министры, руководители государственных органов, а по видеосвязи и главы регионов, в том числе аким Алматинской области Марат Судагазиев. Особое внимание премьер-министр Республики Казахстан потребовал уделить доступу школ к стабильному высокоскоростному интернету, прежде всего в отдаленных селах. Это становится особенно важным на фоне внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта. Акиматам совместно с МВД, МЧС и Министерством просвещения поручено устранить недостатки дорожной инфраструктуры возле школ, проверить противопожарную и антитеррористическую защищенность зданий. Почти 1200 медалей с начала года, новые спортивные комплексы, крупные международные старты и поддержка тех, кто уже прославил регион. Накануне Дня спорта в городе Конаев чествовали спортсменов и тренеров. Одним из главных событий вечера стало вручение акимом области Маратом Судагазиевым ключей от трехкомнатной квартиры чемпиону Сурдолимпийских игр Андрею Самарину. День спорта, который в Казахстане ежегодно отмечается в 3 воскресенье августа, дает хороший повод вспомнить громкие победы и тех, кто годами идет к ним на тренировках. Для Алматинской области нынешний год уже оказался богатым на результаты. С января представители региона завоевали на республиканских и международных соревнованиях 1179 медалей, 423 золотые, 349 серебряных и 407 бронзовых. Праздничный вечер продолжился концертной программой и спортивными состязаниями. Жители и гости города могли принять участие в соревнованиях по национальным видам спорта, армрестлингу, гиревому спорту и многих других. Отдельные состязания организовали для людей с инвалидностью. Достижения системы образования Алматинской области, новые предметы, которые появятся в школах с 1 сентября, внедрение искусственного интеллекта, а также открытие в Алматы торговой площадки для продукции фермеров Райымбекского района. Об этом и о многом другом читайте в последних номерах газеты «Огни Алатау». Алатау қаласында кезекті сенбілік ұйымдастырылды. Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында Алатау қаласының Заречный ықшамауданында кезекті сенбілік өтті. Тазалық шарасы барысында тұрғындар, мемлекеттік мекеме қызметкерлері, коммуналдық сала мамандары, жастар және еріктілер бірлесіп, қоршаған ортаны тазарту жұмыстарына белсенді атсалысты. Жалпы көлемі 25 гектар аумақ қоқыстан тазартылып, нәтижесінде 30 тоннаға жуық тұрмыстық қалдық арнайы орындарға шығарылды. Мұндай шаралардың негізгі мақсаты елді мекендердің санитарлық жағдайын жақсарту, қоғамдық орындардың тазалығын сақтау және тұрғындардың экологиялық жауапкершілігін арттыру. Айта кету керек, Алатау қаласында абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстары жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Қала тұрғындары да тазалық бастамаларына белсенді қатысып, туған өлкенің көркеюіне өз үлестерін қосуда. Апталық жаңалықтар легі осымен аяқталды. Алматы облысында орын алған маңызды оқиғалар, қолға алынған жаңа жобалар мен өңірдің даму қарқыны туралы ақпараттарды Алатау арайы, Ағни Алатау және Алатау Ньюс ақпараттық алаңдарынан оқи аласыздар. Ақпараттан қол үзбей өңір жаңалықтарын бірге бақылап жүрейік. Назарларыңызға рахмет.